Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қызылшадан осындай әдемі әрі оп-оңай салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп алып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Бізге бар болғаны картоп, сәбіз, жұмыртқа және қызылша, майонез бен тұз қажет болады. Картоп пен сәбізді майда үккіштен өткізіп алатын боламыз. Жұмыртқаны алып, ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ағын үккіштен өткізетін боламыз. Сарысын бетін әрлеуге қалдырамыз. Қызылшаны да үккіштен өткізіп аламыз. Енді келесі кезекте қолдан жасалған формамызды, яғни майонездің қаймақтың ыдысын кесіп осылай дайындап қоямыз. Алып, картопты салып шығамыз. Біркелкі етіп тегістеп аламыз қасықтың көмегімен. Тұз сеуіп, бетіне майонез жағып шығатын боламыз. Үстінен сәбізді салып, оны да тегістеп, тұз сеуіп, татымына қарай майонез жағып шығатын боламыз. Барлық ингредиенттерімізді осылай слой-слой етіп қойып шығатын боламыз. Үстінен үккіштен өткізілген жұмыртқаның ақуызын саламыз. Татымына қарай тұз сеуіп, майонез жағып шығатын боламыз. Қызылшаны да салып, үстінен майонез жағып шығамыз. Ең соңынан жұмыртқаның сарысын қолдың көмегімен үгіте отырып, бетіне сеуіп шығатын боламыз. Осымен біздің тез дайын болатын өте әдемі дәмді салатымыз дайын болды. Рецепт ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Менің арнама жазылып алуды ұмытпаңыз. Түрлі дәмді тағамдар, торттар, пирогтардың рецептілері бар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен Мадина.